Шыңғырлау ауданында тұрғындардың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған жиын өтті. Прокуратура, сот және полиция қызметкерлері алдын алу жұмыстары жайында баяндап, сұрақтарға жауап берді. Қаржы пирамидасы интернет алаяқтарына алданғандардың саны Батыс Қазақстан облысының аудандары арасында Шыңғырлауда көп екен. Әсіресе мұнда шетел компаниясының атын жамылып инвестиция салыңдар дейтіндер көп. Олар арнайы ауданға келіп, халық арасында үгіт жүргізгені де анықталды. Салдарынан оңай олжа табам деген бірқатар азамат ақшасынан айырылып, сан соғып қалған. Кездесуде күмәнді қаржы ұйымдардың бет-бейнесін ажырату, ақпаратта тыңғылықты тексеру тұрғысында мамандар кеңес берді. Сондай-ақ тұрғындарды толғандырған мәселелер бойынша сұрақтарға жауап қатты. Маңызды сұрақтардың бәріне тиісті жауап және облысымыздан келген қонағымыздың жауаптарын алып, сонымен қатар өзіміздің жергілікті қадағалау аймағымызда болып отырған қылмыстардың көп бағытта сұрақтар бойынша бірқатар түсіндірме жұмыстары жүргізілуде.